Барлықтарыңызға сәлем, тегін сабаққа қош келдіңіздер. Бүгінгі бізде тақырыпта 2026 жылы Reels'тан подписчик жинап, курс сатудың жаңа стратегиясы атты толық схеманы беретін боламын. Менің мына жерде астымда MacBook бар, сол жерге презентацияға қарап отырып, сабақты сіздерге өтетін боламын. Бүгінгі күннің программасы қандай? Бүгін мен сіздерге қалай күніне 15 минут уақытты бөліп, 4 қадаммен Reels пен пост каруселден подписчикті жинаймыз. Сол туралы білетін боласыздар, және біз подписчикті не үшін жинаймыз? Әрине өзіміздің курсымызды сату үшін жинаймыз. Сол үшін мен сіздерге Reels'тан қалай мен күніне 1 сағат уақытты өзімнің блогыма бөліп, 5 қадаммен күніне 300 мың теңгеге тұрақты түрде курсты сатуға болады. Қалай мен соны сатамын, сол схемамен бөлісемін. Жалпы бізде Reels'тан 4 қадам, курс сатудан 5 қадам, общий 9 қадамды сіздер бүгін білетін боласыздар. Құнды пайдалы адамдар сыйлайтын контент арқылы біз подписчик жинаймыз. Өзімнің аудитория жинау және сату схемамен қазір мен сіздермен бөлісетін боламын. Тек қана сізге тіркелетін емес, целевой клиент болып, бірден курсыңызды сатып алатын аудитория келетін болады. Осындай мақсат болса сіздерде, бұл сабақ сіздерге арналған. Яғни егер сізде тұрақты түрде Instagram парақшаңызға подписчик жинап, сол жерде өзіңіздің курсыңызды сату мақсаты болса, онда бұл видео сізге арналған. Неге сіз 2026 жылы подписчик жинап, Reels'тан сатып үйренуіңіз керек? Себебі қазір ең бірінші реклама қымбаттап жатыр. Екіншісі, подписчигі көп экспертке сенеді. Егер сіздердің подписчиктеріңіз аз болса, онда сізден сатып алу вероятності сенімі төмен болады. Үшінші, Reels'тан курсқа трафик келу тегін. Қазір көп эксперттер, үлкен запуск жасайтын продюсерлер, мықты мамандардың барлығы өзінің курстарын тегін Reels арқылы сатып жатыр. Төртіншісі, қазір егер сіз өзіңіздің курсыңызды сату үшін блогерден реклама алатын болсаңыздар, көп блогерлердің рекламасы қатты нәтижелі бола бермейді. 90% эксперт бұл сабақты соңына дейін көрмейді. Яғни 90% адам нәтиже жасамайды. Ал кім сабақты соңына дейін көреді, 10% адам ғана әрекетке барып, сол адамдар инфобизнесте нәтиже көріп жатыр. Мен сіздерге сабақтың соңында топ 5 жасанды интеллекті беремін. Олар саған блог жүргізуді жеңілдетеді. Қазір үлкен команда құрып, ол командаға зарплатаны беріп, қатты қиналудың қажеті жоқ. Сіз бір сотрудникке 300 мың теңге төлейсіз. Ал жасанды интеллекттің тарифі 10 мың теңге. Сіз бір сотрудникті 10 мың теңгеге алмастыра аласыз. Бүгін мен сіздермен осы топ жасанды 5 интеллектпен сабақтың соңында бөлісетін боламын. Неге сіздер мені тыңдауларыңыз керек? Мен 20 мың подписчикті 2 айда жинадым. Reels пен пост каруселден, яғни ай сайын мен тұрақты түрде 10 мың подписчиктен жинай алатын мүмкіндігім бар. Мықты Reels экспертімін. Екінші, мен дипломды маркетологпын. Өзімнің аудиторияма 10 миллион теңгеге өзімнің курстарымды тұрақты түрде сатып отырған маманмын. Үшіншісі, күніне мен 100-500 подписчик қоса аламын. Төртіншісі, курсымды күніне 300 мың теңгеге сатамын. Яғни менде күндік касса 300 мың теңге. Одан бөлек мен өзімнің услугамды, өзімнің наставничество курстарымды жоғары чекке сата алатын маманмын. Кім менімен бірге разборды қалайды? Сізге нақты не келеді? Қандай формат? Қандай сценарий? Не айту керек? Қалай түсіру керек? Қандай курс сату керек? Оның қалай дұрыс сату керек? Соның жауабын аласыздар. Reels түсіремін, бірақ Reels'ым рекке шықпайды. Түсірсем мотивациям өшіп қалады. Арасында тоқтап қаламын. Ақша керек, курс сатуым керек. Камерадан ұяламын. Әдемі түсіре алмаймын, монтаж жасай алмаймын. Аудиториям бар, бірақ өспей қалған. Курсымды тұрақты сатқым келеді. Бір запуск жасап, выгорать етіп, жоқ болып кеткім келмейді. Тұрақты түрде күнделікті ақша түсетіндей жүйені қалаймын. Онлайн живой сабақ өткізіп шаршадым. Курсым дайын емес, немесе ұнамайды, продуктым әлсіз сияқты. Ай сайын 5-10 миллион теңге тапқым келеді. Ай сайын 1 миллион теңге тапқым келеді. Яғни 500 мың теңгеден бастап 10 миллион теңгеге дейін табыс тапқым келеді, және одан да көп. Подписчигім бар, бірақ ақшам жоқ дейтін болсаңыздар, онда осы видеоны көріңіздер.
Блоктан тұрақты табыс деген қалай? Жүйесіз сату ол суық пешке нан пісірген сияқты. Қазір мен сіздерге осы мысалдың айналасында түсіндіріп беретін боламын. Яғни сіздер нанды елейсіздер, содан кейін суық пешке саласыздар, ол наныңыз піспейді. Қайттан ашып қарайсыздар, піспейді. Тағы да үшінші күні келіп қарайсыздар, наныңыз уже шіріп кеткен. Демек, сізде бұл жүйе былай да, сіз аудиторияға шығасыз, сатасыз, бірақ нәтиже жоқ. Сізде потенциал бар, сіз наныңызды күшті дәмді қылып илейсіз, бірақ нәтиже жоқ. Яғни наныңыз сізде піспейді, қалтаңызға ақша түспейді. Блоктан тұрақты табыс болу үшін сіз пешті қыздыруыңыз керек. Яғни сізде аудитория сатып алуға дайын болу керек. Біз аудиторияны дайындауымыз керек. Блоктан тұрақты табыс деген осы. Тура осы блоктан тұрақты табыс болу үшін осы мысал ретінде қазір мен сіздерге алгоритмді түсіндіріп беремін. Мысалы, сіздің рилсіңіз ретке шығу үшін сіз нан елейсіз, пешке саласыз, қайттан наныңыз піспейді. Нан елейсіз, саласыз, наныңыз піспейді. Bir күні наныңыз шіріп кетеді. Пеш дегеніміз ол сіз рилсті тұрақты түрде сала бастасаңыз, сосын қызып тұрған пешке салсаңыз, ол атады. Қызып тұрған біздің пешіміз рилстің мысалында қызу үшін біз тұрақты түрде рилс салуымыз керек. Ал курсымыз тұрақты түрде сатылу үшін біз аудиторияны тұрақты түрде дайындап қыздырып отыруымыз керек. Түсініңіз ба? Курс сатылу үшін бірінші сізге тұрақты түрде трафик келіп отыру керек. Трафик дегеніміз ол аудитория, жаңа подписчик, сізді көрген, сізді танитын, танымайтын любой адамдарды біз трафик деп айтамыз. Екіншісі, аудиторияны дайындап барып сату. Сол кезде сізде курсыңыз тұрақты сатылады. Нақты 9 қадам бар. Сол бойынша жоспарды қазір мен сіздерге айтып беремін. Бірінші қадам ол целевая аудиторияның анализі. Егер сіздер кімге сататыныңызды білмесеңіз, онда сіздің бұл жүйеңіз дұрыс жұмыс жасамайды. Нақты кімге сатасыз, оның проблемалары қандай. Менде осы целевая аудиторияны анықтауға арналған, бұны құр отырып, так, кімге сатам, эксперттерге сатамын, оның проблемасы қандай, рилстан подписчик жинай алмайды, так, мынау деген сияқты. Өзіңіз егер просто так отырып жазатын болсаңыздар, бұл сіздің целевая аудиторияңыздың анализі әшейін былай беткі болып қалып қалады. Мен целевая аудиторияның анализін ChatGPT арқылы жасаймын. Менде ChatGPT-ға арналған 18 промпт бар. Мен осы запросты алып ChatGPT-ге салып, өзімнің нишамды саламын. Сол кезде ChatGPT маған терең аудиторияның анализін жасап береді. Вот соның негізінде егер сіздің тұрақты курс сату жүйесі құрылатын болса, үй салған кезде фундамент, сол целевая аудиторияның анализі құрылатын болса, әр жақтында үй сізде тұрады. Көп адамдар, көп эксперттер осы целевая аудиторияның анализін жасамайды. Олардың қолдарында менің клиентім кім, проблемасы, қалауы қандай, желаниясы қандай, клиенттің портреті қандай, ол клиент нені қалайды, ол жағын білмейді. Білсе де біреуін біледі, біреуін білмейді, арасында ұмытып та қалады. Сондықтан біз осы промпт арқылы бірінші анализ жасап, мықты, қалың, мощный фундамент дайындап алуымыз керек. Екінші қадам, біз сататын продукт, сол аудиторияның негізінде біз уже продукт дайындаймыз. Біз бірден аудиторияны зерттемей, ештеңе жасамай, бірден егер продукт жасап кететін болсақ, ол продуктымыз, яғни біздің продукт дегенді қазақша өнім деп айтады, біздің сататын курсымыз өтпей қалады. Көп эксперттердің жасайтын қателігі осыда, ол клиентін терең зерттемеген. Сататын продукт дайындайды. Сосын эксперттерде осы жерде продуктовый линейка болу керек. Продуктовый линейка бізде 5 түрлі этаптан тұрады. Ең бірінші сізде тегін воронка болу керек. Тегін сабақтар болу керек. Адамдарды сіз қызықтыруыңыз керек. Бұл нәрсені біз лид-магнит деп айтамыз. Яғни лид дегеніміз адам, магнит дегеніміз біз лидтерді өзімізге тартуымыз керек. Екіншісі, ол адамдарға біз арзан, өзіміздің өніміміздің, продуктымыздың дәмін татып көретін, тез нәтиже беретін, бір адамның проблемасын шешетін трипвайерный продукт болу керек. Содан кейін барып сізді тұрақты сатылымға алып келетін, жаңағы мен айтқан күніне кассаңыз 100 мың теңгеден 300 мың теңге, даже миллион теңгеге дейін баратын тұрақты
сатылымға шығатын негізгі өнім болу керек. Ол курс форматында болады. Содан кейін барып сізді ары қарай масштабқа шығаратын, сіздің кассаңыздың табысын еселеп көтеретін қымбат чектегі өнім болу керек. Сосын осы келген клиенттеріңіз сізге тағы да қайтып келу үшін тропа возврата, клиенттің қайтып келу жолы бізде соңғы клиентті қайтаратын продукттардың өнімі болу керек. Ол мысалы челлендж. Адам бір рет келеді, 2 рет келеді, қайта-қайта сіздерге келе бергісі келеді. Сол сияқты әртүрлі осындай 5 түрлі өнім болу керек, 5 түрлі бағада. Бұл не үшін керек? Сізде продуктовый линейка дұрыс құрылған кезде клиент сізден кетіп қалмайды. Сіз клиентті жоғалтпайсыз, себебі клиенттің қалтасы әртүрлі. Әртүрлі қалталы клиенттің барлығы проблемасын шешу үшін сізде қала беретін болады. Осы жерде біз қазір 2026 жылы жаңа стратегия бойынша тез нәтиже беретін продукттарды дайындауымыз керек. Неге? Себебі адамдар уже курс ала беруден, ақпарат ала беруден шаршаған. Оларға нақты результат беретін, нақты подписчик алып келетін, нақты ақша алып келетін чисто инструмент керек. Мынаны аласында былай жасайсың деген сияқты. Сол кезде адамдар желаниясы ашылып, сіздің өніміңізді сатып алғысы келеді. Үшінші қадам Reels пен пост карусель. Алгоритм дегеніміз не? Жаңағы алгоритм дегеніміз ол суық пешке сіз нан пісірген сияқты. Тұрақты түрде сіз Reels салған кезде алгоритм айналады, содан кейін салған Reels'теріңіз сізде ата береді. Ал сіз қараңыз, нан елеген кезде де сіздің жасап жатқан ұныңыз дұрыс болу керек, сіздің қосып жатқан қоспаларыңыз дұрыс болу керек. Егер сіз наныңызды да дұрыс үйлемесеңіз, яғни сіздің Reels'тың сценарийі дұрыс болмаса, ол наныңыз дәмді болмайды. Сіздің Reels'іңіз, яғни рекке шықпайды. Reels ату үшін ең бірінші сіз тұрақты контент саласыз, екінші сапалы контент жасайсыз. Бірінші, енді осы тақырыпты тереңнен ашатын болсақ, бірінші сіздер тақырып таңдайсыздар. Біз тақырып таңдаған кезде адамдарды қызықтыратын, демалатын контент жасаймыз. Екіншісі, біз құнды контент жасаймыз. Осы жерде демалатын, лайф, адамдарды развлекательный контент дейді, ондай нәрсені біз мүлде түсірмейміз. Бізге ол нәрсе қажет емес. Себебі демалып, рахаттанып жататын аудитория ол сатып алмайды. Ол клиенттерді алудың да қажеті жоқ. Біз тек қана құнды контент түсіреміз. Ол подписчик алып келеді және сол арқылы біздің курсымыз сатылады. Құнды контент біріншісі мотивация мен шабыт береді. Егер сіздердің нишаларыңыз өте узкий, яғни аудиторияңыз кішкентай болатын болса, онда сіз мотивация мен шабыт беретін контент түсіресіз. Екіншісі нақты эксперттілік пайда. Мына жерде қараңыздар, менің осындай видеоларым 600 000 просмотр жинап, бұндай эксперттілік видеолар өте көп, өте жоғары охват жинайды, және де мықты подписчик алып келіп, соңында сізге сатылым алып келеді. Менің мына Reels'ым 600 000 просмотр жинап, маған 2332 подписчик алып келген. Бір Reels. Мына Reels'ым менде 198 000 просмотр жинап, маған 1128 подписчик алып келген. Келесі Reels 189 000 просмотр жинап, маған 1545 подписчик алып келген. Яғни сіздер бір Reels'тің өзінде 1000-нан астам оқырман жинай аласыздар. Сіз нақты әрі пайдалы болғанда, адамдар соны сақтап, жоғалтып алмауға тырысады. Сол кезде сіздерде отписка болмайды. Адамдар сіздің блогыңызды құнды көреді. Менің ученицам Салтанат Сабыржан 5445 подписчигі болған кезде маған келген. Қазір Салтанат ханымда 67 000 оқырманы бар. Reels'ы 852 000 просмотр жинап, алгоритмдерін рекке шығаруды үйреніп, Салтанат ханым әрі қарай блогын өсірді. Менің подписчицам, ученицам Алмасовна Гүлім парақшасын нөлден бастаған. Бұл кісі арықтау ПП рецепт маманы. Қазір Гүлім ханымда уже 12 000 деп жазылып тұр. Уже қазір жаңа скринін мында қыстырып қоям. 16 000 подписчигі болған, соңғы кезде одан да өсіп кеткен. Ең көп рекке шыққан видеосы 24 миллион просмотр жинаған. Развлекательный контентті эксперттілік контентпен біріктіру арқылы осындай өте мықты, охватты жарып жіберетін контентті жасап үйренді. Яғни Гүлім ханым алгоритмдерді түзеді, өз саласында ататын Reels'тарға идея табуды үйренді, заголовок жазуды үйренді және сценарий жазуды үйреніп алды. Бірінші, енді сіздер
рилсқа сценарий жазу үшін өзіңіздің тақырыптарыңызды таңдауыңыз керек. Ол тақырып, бұл жерде мұқият тыңдаңыздар, сіздің аудиторияңыздың болі мен проблемасының негізінде құрылу керек. Сол үшін бұл проблеманы біз қайдан аламыз? Жаңа ең бірінші жасаған өзіміздің целевой аудиториямыздың анализінен аламыз. Бізде ол файл уже дайын болады. Сіз ойдан ештеңе құрастырып отырмайсыз. Сізде целевой аудиторияның анализі осы тақырыптарды құрастырып береді. Одан кейін бізде широкий, үлкен аудиторияға қызықты тағы да тақырыптардың тобы бар. Ол хит болып жатқан қазіргі 2026 жылғы тренд тақырыптар. Тренд тақырыптарға жасанды интеллект, арықтау, қаржылық сауаттылық, ақша, ұзақ өмір сүру және жалпы менталды денсаулық, психология деген тақырыптар қазір адамдарға өте актуалды болып жатыр. Рилсіңіз егер ретке шықпаса, сіз сұраныста болып жатқан тақырыпқа, больға тимей жатсыз деген сөз. Яғни сіздің аудиторияңызға сіздің рилсіңіз қызық емес. Оның проблемасын рилстан адам көрмегеннен кейін, ол адамға рилс қызық болмайды. Сондықтан рилсіңіз сізде ретке шықпайды. Қазір мен сіздерге сабақтың соңында мықты бонус берем, ол конструктор сценариев. Бұл жерде сіздер дайын сценарий, менің өзімнің сценарийімді алып, бос орындарға сіздер өзіңіздің целевой аудиторияңыздың проблемасын бос орындарға қоятын мықты жүйе ойлап таптым. Сіздер сол жерге чат GPT-ға да кірмей-ақ, еш жерден ақпарат іздемей-ақ, менің дайын шаблоныма өзіңіздің текстіңізді қоя саласыз, сөйтіп сізде уже гарантированный мықты сценарий шығатын болады. Екінші қадам ол рилс тексті. Рилстың мен қазір айтып тұрған сөйлемдер, ол рилстың тексті деп елестейтін болсақ, соны біз сценарий деп айтамыз. Біз құнды контент жасайтынымызды қыздар ұмытпаймыз. Құндылықты беруге қорықпаңыз. Яғни өзіңіздің біліміңізді, өзіңіздің эксперттілігіңізді аудиторияға беруді, тегін беруді ұмытпаңыздар. Оған қысылмаңыздар. Бүкіл мына сіздің миыңыздағы қаншама жылдар бойы, қаншама сағаттап оқыған білімді сіздер 30 секундта аудиторияға беріп тастай алмайсыздар. Сондықтан ешқандай білімді іштеріңізге тықпай, барынша ашық болып аудиторияға беріңіздер. Біз қалай береміз? Берген кезде сіз эксперт болғаннан кейін, сіз өзіңіздің теорияңыз бар, өзіңіздің миыңызда айналып жатқан терминдер бар, бірақ оны адамдар түсінбейді. 10 жастағы бала түсінетіндей шайнап адамның аузына былай салып беруіңіз керек. Сіздің рилсті көргеннен кейін адам түсіну керек. Мен сценарийді қалай жазамын? Мен сізге міне 3 қазір жасанды интеллектті беремін. Біріншісі ол чат GPT, екіншісі Claude, үшіншісі DeepSeek. DeepSeek тегін, Claude арзанырақ, GPT одан да қымбат. Осы үшеуінің любойын қолдансаңыздар болады. Чат GPT-ға қарағанда Claude өте жақсы, бірақ мен GPT-ға үйреніп алғаннан кейін мен GPT-ді әлі күнге дейін көмекші құрал ретінде қолданып жатырмын. Қыздар, жасанды интеллект ол көмекші құрал. Жасанды интеллект сізге бүкіл сценарийіңізді деп идеальный қылып жазып бермейді. Ол үшін сіз осы сценарийдің жазылу логикасын өздеріңіз түсініп біліп алуыңыз керек. Сол кезде жасанды интеллекттен сұрай, сол сізге көмектеседі, сол арқылы сізде мықты сценарий шығады. Рилстан курс сату жүйесі атты менің жаңа курсымда менің схемамен сценарий жазып үйренесіздер. Мен сіздерге жаңағы конструктор сценариевті беремін. Және де осы жұмыстың барлығын сіздерге жасанды интеллект тездетіп беретін болады. Сіз интернеттегі қазір менің беріп жатқан промпттарды алып қолданып көріп жатсыз да, саласыз, бірақ сіздің рилсіңіз атпайды. Сіз сосын жұмыс жасамай қалу мүмкін, онша промпттар жұмыс істемейтін шығар деп сенбеуіңіз де мүмкін, сөйтіп ойлап қалуыңыз да мүмкін. Жасанды интеллект бізге дұрыс жұмыс жасау үшін біз оны үйретеміз. Обучение чат GPT деген нәрсе бар. Бірінші үйретеміз, содан кейін барып промпттарды кезек-кезек береміз. Сол кезде ол уже дұрыс жұмыс жасайтын болады. Сіз интернеттегі тегін промпттарды аласыз, саласыз, рилс атпайды, сіз жұмыс жасамайды деп ойлайсыз. Бірақ сіз оны әлі де дұрыс қолданбағансыз. Нашар рилстардың мысалдары. Почему зубы могут разрушаться даже у тех, кто чистит их дважды в день? Многие считают, что если чистить зубы дважды в день, проблем не будет. Но даже при тщательной чистке зубов зубы... Егер сіздердің рилстарыңызда су көп болса, артық сөз, мыжың болса, онда сіздің рилстарыңыз атпайды. Контентті жеңіл жасау маңызды. Қазір қарапайым контент жасау трендте.
Неге мен эксперт болып студияға барып макияж жасап, профессиональный макияж жасап, профессиональный укладка жасап, микрофонымды қыстырып қойып қазір түсірмеймін? Себебі ол трендте емес, ол нәрседен адамдар шаршаған. Қазір қарапайым контент жасау трендте. Келесі қадам формат, съемка және монтаж. Бірінші формат бұл бізде говорящая голова. Яғни, міне мен қазір отырмын, камераға қарап сөйлеп жатырмын. Говорящая голова өте жақсы сіздерге оқырман алып келеді және сізді сатады. Яғни камераға сіздер сөйлеп, осылай көрсетіп, түріңізді, бетіңізді, даусыңызды шығарып, камераның алдына отырып сөйлей алуларыңыз керек. Осы говорящий голова форматы менде өте жақсы, білесіздер, подписчик просмотр жинайды. Мына рилсым 33 мың просмотр жинап, 116 маған подписчик алып келген. Келесі подкастны рилстар және наложение. Бұл нәрсені интервью форматы деп те айтуға болады. Әр эксперт әртүрлі атайды. Яғни бұл жерде дәл сол говорящий голова, бірақ сен камераға тіке қарамайсың, сен біреуге интервью беріп жатқан сияқты былай шетке қарап сөйлейсің. Неге бұл формат атақты? Себебі адамның бүйтіп бетіне қарап, тіке камераға қарап сөйлеген кезде кішкене адамдар сескеніп қалып бір ыңғайсызданады. Ондай нәрсе де болады. Ал сен басқа біреуге қарап айтқан кезде ол адам маған айтып жатыр деп ойламайды да, видеоны қызығырақ тыңдайды. Мысалы, менде міне дәл сондай подкаст форматы 105 мың просмотр жинап, 767 маған подписчик алып келген. Интервью форматында жаңағыдай камераға қарамай, және міндетті түрде бұл жерде студия болу маңызды емес. Дәл осындай камераңызды қосып, біркелкі фонда отырып, сөйлей берсеңіз де болады, былай шетке қарапшы. Ол да болады. Міндетті түрде микрофон қыстырып студияға бару қажет емес. Келесі бұл разбор айту. Разбор айтып, өзіңнің эксперттілік ойыңды қосу. Мына рилсым менде 45 мың просмотр жинап, 285 подписчикті маған алып келген. Сіздер тек қана бір форматты пайдалансаңыз болады, немесе осы 3 форматты парақшаңызға қоссаңыз болады. Одан сізде еш нәрсе, былайша айтқан кезде, бұзылып кетпейді. Мына рилсым 249 мың просмотр жинап, маған 1949 подписчик алып келген болатын. Енді қалай біз съемка жасаймыз және де монтаж жасаймыз? Өзіңіздің телефоныңыздағы камераңызды қосасыз. Камераның қосар алдында әрине сізде сценарий болу керек. Сценарийді ChatGPT-дің көмегімен немесе менің сіздерге беретін конструктор сценариевпен дайын шаблонға өзіңіздің целевой аудиторияңыздың, өзіңіздің клиентіңіздің проблемаларын қоясыздар. Содан кейін сол сценарийді 10-15 минутта сізде дайын болады. 10 минутта сценарий дайындайсыздар, одан кейін осылай камераңызды қосасыздар. Мысалы, камераны қостық. Одан кейін сценарийді не істейміз? Жатқа айтудың қажеті жоқ. Сіздер аласыздар да белгілі бір әрекет боянып отырып, немесе киініп жатып, немесе тамақ пісіріп жатып, әрекетті жасап, жаңағы говорящий головаңызды түсіруіңізге болады. Оны түсіру үшін сіз бір сөйлемді оқисыз, бірінші сөйлемді оқисыз. Мысалы, бірінші сөйлемді оқу өте оңай. Мысалы, 2026 жылы қолдану керек 5 жиі. Менің бірінші сөйлемім, мен камераға қараймын да, 2025 жылы қолдану керек 5 жиі деп камераның алдында осылай сөйлеп айтам. Сосын келесі сөйлемімді оқимын, сөйтіп бір-бір сөйлемнен бөлек-бөлек оқисыздар. Келесі қадам бізде сторис. Біз күнделікті тұрақты түрде стористі жүргізуіміз керек. Стористің контентін мен қалай бөлемін? 50% лайф, 20% сату, 30% пайдалы контент. Осының негізінде стористеріңізді жүргізсеңіз, сізде охват жақсы болады. Адамдар сіздің өміріңізге лайф болғаннан кейін өміріңізге қызыға қарайды. Содан кейін сату бөлімінде біз міндетті түрде триггерлар қолданамыз. Триггер дегеніміз ол адамды сатуға итермелейтін фишкалар. Оның барлығын мен өзімнің жаңағы курсымда үйретемін. Содан кейін барып біз продажа бөлімі бар. 3 неден тұрады? 3 сторис. Мысалы, 10 сторис болса, 5-еуін лайф, 2-еуін продающий, 3-еуін эксперттілік қосам. Осы соңғы 3 сторисіміз біздің эксперттілігіміз, яғни біздің білімімізді, біздің мықты маман екенімізді дәлелдейтін стористер. Осы 3 формат бойынша жүргізесіздер, және сторис бойынша да менде дайын өзімнің стористерімнің мысалдары бар. Менің сторисіме қарайсыздар, өзіңізге саласыздар. Бұл стористер маған осы 10 миллион теңге продажа алып келіп жүрген мықты стористер. Соған
канал бар, сол каналға доступты аласыздар. Одан бөлек сторис жүргізудің арнайы сабақтары және де сторис арқылы сатудың схемалары, 1 күндік сату схемасы, 3 күндік сату схемасы, 7 күнге арналған сату схема, соның барлығын аласыздар және де қайталап жасау арқылы сізде міндетті түрде стористен сатылымдарыңыз жүріп тұрады. Воронка, WhatsApp чат. WhatsApp чатта сату қазір өте күшті тренд болып жатыр. WhatsApp чатта сатудың өзінің арнайы схемасы бар. Біз Reels'тан, Stories'тен және де Threads'тен барлығын WhatsApp чатқа жинаймыз. Сол WhatsApp чатта сатылым жүреді. Аудиторияны қыздырамыз, өзіміздің эксперттілігімізбен бөлісеміз, нәтижемізбен бөлісеміз. Өзінің арнайы сату схемасы бойынша жүргізілгеннен кейін WhatsApp чатта мықты нәтижелер болады. Осы WhatsApp чатта сату арқылы мен өзімнің практикумымды 300 адамға 7990 теңгеден сатқан болатынмын. Одан бөлек 100 орынға мини курс дегендер менде қиналмай 2-3 күннің ішінде адамдар толып кетеді. Бұл инструмент өте мықты, адаммен жақсы қарым-қатынас орнатуға арналған. Соңғы біздегі қадам ол Threads. Қазір Инстаграмнан бөлек біз өзімізге живой, тегін аудиторияны, целевой аудиторияны Threads жүргізу арқылы жинаймыз. Threads жүргізудің өзінің тоже алгоритмі бар. Біз күніне жоқ дегенде 6-8 веткадан саламыз. Және Threads жүргізген кезде біз тек қана эксперттілік емес, широкий темаларға, лайф өмірді, атақты адамдарды талдау арқылы, одан кейін актуалды болып жатқан жаңалықтарды талдау арқылы, өмірде барлық адамға актуалды ақша тақырыбын талдау арқылы, денсаулық тақырыбын талдау арқылы және қарым-қатынас тақырыбын талдау арқылы біз өзімізге керекті аудиторияны жинай аламыз. Және одан бөлек әрине өзіміздің эксперттілігімізді біз осы Threads'те де көрсетеміз. Threads'ті қалай нақты жүргізу керек, арнайы оған да сабақ бар. Кім дайын конструкторды пайдаланып, тұрақты подписчик жинап, курсын сатқысы келеді? Сабақтың соңында Reels'тан курс сату жүйесі курсына продажа ашамын. Сценарий жаза алмасаңыз, сіздерге подписчик қалай келеді? Сату тоқтап жатса, қалай ақша табасыз? Воронка парақшаңызда болмаса, қалай тұрақты түрде өсіп сатылымыңызды арттырасыз? Осы жүйені кім менімен бірге уақытын, энергиясын құртпай жасағысы келеді? Нақты бір қойған мақсатына жетуге кімге менің тәжірибем керек? Қазір мен сіздерге Reels'тан курс сату жүйесі сабағына сатылым ашамын. Кім менімен бірге жұмыс жасауға дайын? Дәл қазір сіздерде 2 таңдау бар. Ең біріншісі өзіңіздің қорқыныштарыңызбен, установкаларыңызбен барлығын кейінге қалдыру. Екіншісі менімен бірге 1 ай жұмыс жасап, саналы түрде шешім қабылдап, нәтиже алу. Reels курсым 1 ай нақты қадаммен техникалар және де 1 айлық челлендж форматында жүреді. Кімге қатысу керек? Кім 2026 жылы қалай подписчик жинауды білмеймін, Reels арқылы сатуды түсінгісі келетін, жаңа алгоритмдерді түсінемін дейтін, бар мүмкіндікті пайдаланып өсемін дейтін, охватымды көтеремін дейтін, және де точка невозврата жасайтын адам керек. Яғни сіз бұрынғы дәл қазір осы состояниеде жүрсіз, осындай уровендесіз, бұл уровенге ендігәрі мен қайтып келмеймін дейтін, өмірімді реально өзгертіп, басқа жаңа техникаларды пайдаланып, курсымды сатамын дейтін адамдар керек. Эксперт болсаң, егер кәсіпкер болсаң, фрилансер болсаң, бұл курсын сатқысы келетін жандарға арналады. Негізгі баға тек қана 30 орын 350 мың теңге. Және де осы менің тегін сабағыма қатысқан жандарға бүгін мен сіздерге арнайы баға ұсынамын. Курстың программасына тоқтап кететін болсақ, бізде курстың программасы үлкен 8 модульден тұрады. Бірінші модуль. Неге сіздің курсыңыз сатылмайды? Көп эксперттердің мәселесі ол курсында емес. Мәселе бұл дұрыс өзінің аудиториясын түсінбеуінде. Бұл осы модульде біз идеалды клиентті анықтаймыз, клиенттің нақты ауруын, болын, қорқынышын, тілегін, қалауын табамыз. Сізді іздеп жүретін аудиторияны анықтаймыз, сол аудиторияға арналған ұсыныс жасаймыз. Нәтижесінде сіз кімге сататыныңызды және не үшін ол адамдар нақты сізге төлейтінін, ақша төлейтінін біз білетін боламыз. Екінші модуль. Бір қарағанда сенім тудыратын блог. Егер адам профильге кіріп, бірден сізге тіркелмесе, немесе сізге сенбесе, Reels қанша миллион просмотр қаралым жинаса да, сіздерде сату болмайды. Бұл модульде біз блогты сататын форматқа келтіреміз. Шапка, аватар, актуальный бионың барлығын толтырамыз.
клиентті подписка жасауға итермелейтін құрылымды құрамыз, және де сіздің эксперттілік позицияңызды осы жерде қалыптастырып бекітеміз. Нәтижесінде сіздің профиліңіздің өзі сата бастайтын болады. Үшінші модуль сатпай сататын мықты өнім жасау. Құр курс жасау жеткіліксіз. Адам оны не үшін сатып алатынын түсіну керек. Сол үшін бұл модульде біз сіздермен бірге мықты лид магнит жасауды үйренеміз, арзан чектегі мини өнімді дайындауды үйренеміз. Одан кейін негізгі тұрақты түрде күніне 100-300 мың теңгеге дейін табыс алып келетін тұрақты курстың құрылымын дайындауды үйренесіз. Сіз осы курстардың бағдарламасын жазуды үйренесіздер, және курсқа баға қоюды үйренесіздер, яғни баға қою стратегиясы болады. Қымбат чекке сататын өнімді дайындауды үйренесіздер, және жаңа айтып кеткен клиент сізге қайтып келу үшін өзіңізге продуктовый линейканы жалпы құрамыз. Нәтижесінде адамдарға керек дайын өнім сіздің қолыңызда болады. Төртінші модуль бұл Reels, экспертный Reels. Подписчик алып келетін экспертный Reels формуласы. Экспертный еще подписчик алып келетін. Бұл жерде адаптация промптымен жұмыс жасайтын боламыз. Чат GPT-дің обучениясы және сценарий жазуды үйренесіздер. Экспертный Reels конструкторы, жаңағы айтқан мен сіздерге дайын шаблон берем, соның орнына өзіңіздің эксперттілік сөздеріңізді бос орынға қойып толтырасыздар. Бұл конструкторды аласыздар, және де мен сіздерге бұл жерде қысқа видеолардың қысқа продающий рилстарды дайындап үйретемін. Бесінші модуль бұл личный рилс, яғни охват жинайтын және сіздің жеке брендіңізді қалыптастыратын личный рилс формуласы. Бұл жерде де нақты мен сіздерге личный рилс конструкторын берем. Мысал берем, бос орындарға сценарий берем, сіздер аласыздар да қайталасыздар, және личный рилстың қысқа рилс формуласын беремін. Алтыншы бұл сату стратегиясы. Бұл жерде біз чат-плейс чат-ботын қосу сабағын аласыздар. Сосын мини-курс, практикум, тегін эфир арқылы сату воронкасы. Яғни бұл жерде біз арзан чекке сату стратегиясын аласыз, және қымбат чекке сату стратегиясын аласыздар. Және стратегиялық сессияда сату стратегиясын аласыздар. Және актуальный история воронкасын аласыздар. Яғни актуальный история арқылы сату стратегиясын аласыздар. Жетінші модуль бұл сату техникалары. Біз бұл жерде WhatsApp чатта тұрақты сату техникасын аласыздар, Threads жүргізу және тұрақты Threads арқылы курс сату техникасын аласыздар, және де Storiesте сату техникасын аласыздар. Сегізінші модуль бұл бізде пост-карусель. Пост-карусель сценарийін ChatGPT арқылы дайындау, адаптация жасап үйрену, пост-карусельдің дизайнын дайындау, оны жасанды интеллект арқылы дайындау, Canva, ChatGPT, Cloud, ChatPlace арқылы, және де пост-карусельдің сценарий конструкторы. Мен сіздерге тағы да айтамын, дайын пост-карусель берем, сосын дайын сценарий берем, бос орындарды қалдырып кетем, сіздер толтырып сала бересіздер. Сіздің көз алдарыңызда дайын мысал, дайын сценарий тұрады, аласың, жасайсың, саласың. Барлық жұмысты сіздердің орындарыңызға мен жасап дайындап қойдым. Қосымша берілетін құнды материалдар болады. Жалпы сабақ қалай өтіледі? Мен сіздерге сабаққа запись доступын беремін. Бұл жерде живой отырып сабақ өтпейміз. Себебі бұл кәдімгідей сіздер үйренетін, білетін мықты техникалар. Сол техникаларға әр қайсысы, әр техникаға мен кәдімгідей бір сабақтан осылай, дәл осы форматта, осындай әдемі образда сіздерге түсіріп, дайындап доступты беремін. Арнайы платформада. Сіздер жаңа телеграмға кіріп, жүктелмей қалып қиналмайсыздар. Менің арнайы өзімнің жеке платформаға кіресіздер, сабақты спокойно көресіздер, сол запистерге доступ аласыздар. Сосын материалдар каналына доступ. Отдельно мен бір телеграм канал беремін. Сол телеграм каналда жаңағы айтқан менің конструкторларым, эксперттілік рилстарым, личный рилстарым, барлығы пост-карусельдер, оның барлығына идеялар жинағы, сондай құнды материалдарға толы сіздерге каналды берем. Сол каналда сіздер алып пайдаланатын боласыздар. Сосын бізде кері байланыс болады. Общий чатта менің өзімнен ешқандай жаңағы басқа адамдар емес, мамандар емес, мен өзім жеке сіздерге кері байланысымды тұрақты түрде беріп отыратын боламын. Аудио сообщениемен немесе текстовой форматта жазсаңыздар, сіздерге кері байланыс беремін. Және алдағы уақытта бұл кері байланыс 6 ай көлемінде болады. Сіз курсты сатып алғаннан кейін меңгеріп, оны 6 ай көлемінде парақшаңызға енгізіп сұрақтарыңыз болған жағдайда да мен сіздерге жауап беріп отырамын.
сабақта біз челлендж қабылдаймыз, және де челлендж болады. Біз бір-бірімізбен табыс табу бойынша және де подписчик жинау бойынша жарысамыз. Бұл сіздерге үлкен мотивация, және араларыңыздағы жеңімпазға менің жеке 1 айлық наставничествомды, 1 айлық менің жеке кері байланысымды сыйлыққа беретін боламын. Сіздерге нәтиже болатынына сенімдімін. Неге? Себебі тез нәтиже беретін қазір актуальны білім. Сіздер сатып алғаннан кейін бірден доступ алып, сабаққа бірден кірісіп кете алатын мүмкіндік. Екіншісі, чатта активно кері байланыс болады. Үшіншісі, менің өзімнен жеке кері байланыс болады. Біз челлендж қабылдап жарысамыз, және де менің өзімнен сіздерге мықты поддержкам болады. Жалпы бұл курс аяқталғаннан кейін қандай нәтиже болады? Подписчик сізге күніне қосылып отырады, санның өсуі болады. Блогта мини курсқа сатылым жасауды үйренесіз. Сіз қымбат чекке сатуды үйренесіз, және блогта тұрақты сатылым жасауды үйренесіз. Және бұл курс біткеннен кейін блогыңызды өзіңіз спокойно жүргізіп, менен кейін ешқандай обучение алудың да қажеті болмайды. Бұл сіздерге курс сату бойынша полноценный запуск жүйесі. 1 ай челлендж болады, подписчик өсімен және табыс өсімен. Келесі. Дайынсыздар ма? Күніне тек қана 3-ақ орынға сатылымды ашамын. Бағасы 350 мың теңге. Бұл жерде сіздер онлайн сабаққа қатысу, чаттағы кері байланыс, сабақ записіне доступ, материалдар чатына доступ, және челленджға қатысуды аласыздар. Және осы күніне 3 қана адамды аламын. Неге? Себебі мен бұл 3 адамға жеке разбор жасаймын. Дәл қазір осы жерде бұл ұсыныс осы менің тегін сабағымды көрген жандарға арналады. Қазір осы жерде 5 минутқа ғана жарамды мықты ұсыныс айтамын. Осы тегін сабақты көрген жандарға арналады, және мен тек қана 3 адамды аламын. Бұл ұсыныс менің жеке разборым мен менің жеке стратегиялық сессиям, менің жеке консультациям. Сіздер осы 5 минутта менің қазір курсыма тіркелетін болсаңыздар, осы менің разборымды аласыздар, және де 10 сабақтан тұратын эффект курсына доступ аласыздар, және де мастер группа сабақтарына доступ аласыздар. Эффект курсы отдельно менде 50 мың теңгеге сатылған, ал мастер группа сабақтары менде бөлек 250 мың теңгеге сатылған сабақтар. Дәл қазір төлем жасаған 3 адамға бұл курстың бағасы 350 мың теңгенің орнына 100 мың теңге болады. Огонь ба? Огонь. Және де мен сіздерге нәтижеге 100% гарантия беремін. Яғни бұл гарантия қалай жұмыс жасайды? Сіздер курсқа қатысасыздар. Егер нәтиже алмайтын болсаңыздар, ақша сіздерге қайтарылады. Қандай жағдайда? Курсымның сабағын аласыздар да тапсырманы орындайсыздар. Тапсырманы орындағаннан кейін чатқа тапсырманы орындаған бойынша отчет жібересіздер. Егер сіз бір тапсырманы орындамасаңыз, ақшаңыз қайтарылмайды. Бірақ егер мен айтқан жүйе бойынша 100% тапсырманың каждыйын орындап, бірақ соңында нәтиже алмайтын болсаңыздар, онда мен сіздерге ақшаңызды қайтарып бере салатын боламын. Сондықтан сіздерде ешқандай риск жоқ. Ал мен өзімнің беретін біліміме 100% сенімдімін. Төлем жасау шарттары. Қазір сіздер WhatsApp чаттан бұл сабақты көріп отырсыздар. Осы WhatsApp чатқа сізге төлем жасау сілтемесі жіберіледі. Каспиға сіздер Payға официально оплата жасайсыздар. 12 аймен бөліп төлеу бар, және де 3 айға бөліп төлейтін рассрочка бар. Ред бар деген ғой, сол редпен төлесеңіздер болады. Каспи Payға төлем жасап, менің мына WhatsApp нөміріме чек жіберсеңіз болады. Немесе сіз WhatsApp группада отырсыз, сол WhatsApp группаға міндетті түрде сіздерге курстың программасымен төлем жасау сілтемесі жіберіледі. Сол сілтемеден өтіп, чатқа алғашқы болып жіберген 3 адамды қабылдаймын. Осы WhatsApp чатқа маған чекті жібересіздер, мен сіздерге курстың доступын бірден беріп, кері байланыс чатына қосып, материалдар чатына қосып, жұмысты бастап кетеміз. Және де өзімнің уәде берген разборыма сіздерді аламын. Бірақ бұл тек қана осы сабақты көрген жандарға. Басқа жандарға мен бұл курсты 350 мың теңгеден сатамын. Менің жеке консультациям 50 мың теңге, разборым 50 мың теңге. Және де менің стратегиялық жеке сессиям 100 мың теңге. Сіздер құндылығы 200 мың теңге тұратын, және де осы барлық сабақтарды және мен жаңа тізіп кеткен құнды материалдарды
одан кейін 6 ай бойындағы менен кері байланысты всего 100 000 теңгеге аласыздар. Одан бөлек сіздер қымбат чекке сатуды үйренесіз, арзан чекке сатуды үйренесіз. Бұл жүйе сіздерге егер идеально жасайтын болсаңыздар өте мықты табыс алып келетін, өте көп подписчик алып келетін тексерістен өткен жүйе. Сау болыңыздар. Чектеріңізді күтемін.